Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін лимон және апельсин қосылған қарапайым дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, қант, қаймақ, жұмыртқа және қопсытқыш қажет болады. Ұнға қопсытқыш және сары майды қосып, араластырып, крошка жасап аламыз. Сосын қантты қосып, тағы да араластырамыз. Соңында үстіне қаймақ және жұмыртқа, шым-шым тұз қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Қамыр тоңазытқышта тұрған кезде салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 лимон, 1 апельсин қажет болады. Қабығынан тазалап, бөліктерге бөліп, дәндерін алып тастаймыз. Сосын ыдысымызға салып, үстіне ыстық су құйып, газге қойып, 5-6 минут қайнатып аламыз. 5-6 минут қайнап болғаннан соң суын төгіп тастаймыз. Үстіне қант қосып, блендердің көмегімен езгілеп аламыз. Жақсылап езгілеп алғаннан кейін үстіне крахмал қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, суытуға қоямыз. 15-20 минут тоңазытқышта тұрған қамырды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Біріншісін кіші, екіншісін үлкен бөлікке бөлеміз. Кіші бөлікті үстіне сәндеуге қойып қоямыз, ал үлкен бөлігін алып формамызға орналастырып, бортик жасап дайындаймыз. Қамырды форманың ішіне бірыңғай орналастырып алғаннан кейін, дайын салмамызды салып, тегістейміз бетін. Дайындап алғаннан кейін шетке қоя тұрамыз. Қамырдың кіші бөлігін алып, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Пирогты сәндеуге осылай видеодағыдай ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Пирогты сәндеуге кірісеміз, осылай ұзынша етіп орналастырып шығамыз. Шет-шеттерін осылай түсіріп, видеодағыдай сәндеп, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Пирог дайын болды. 3 күн қатарынан қонақтарыма дайындап жүрмін. Өте дәмді болып шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.